Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bауырлар, hurmatli тыңдармандар. Бүгін иншалла арабша оқу дәрістерін тәжвид ілімін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Өткен дәрісте мәд әріптерінен үшеуін оқыдық, үйрендік. Баршаңызға түсінікті болды деп ойлаймыз. Егер түсініксіз болса сұраңыздар. Бүгін жаңа тақырып дамир деген дамир тақырыбы. Бұл тақырып мына кітаптың 26-шы бетінде. Иншалла осы тақырыпты бүгін үйренсек, одан кейін уақыт жетсе хамзаны үйренеміз, немесе келесі дәріске өтеміз. Дамир тақырыбы, дамир деген өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ, ешқандай философиясы жоқ. Дамир деген қысқаша қарапайым жалпақ тілмен айтқан кезде ху және хи, осылар дамир деп аталады. Дамир. Енді бұл тақырыпта, мына кітаптың ішіндегі дамир деген тақырыпта, бұлардың дамир деп айтқан автордың дамир деп жазған несі, дамир айтқысы келгені мына ху және хи. Ал негізінде тереңірек алсақ, дамаир деген араб тілінде грамматикасында өте бұдан кеңірек тақырып. Ол дамирлер неше түрліге бөлінеді, дамир мұттасыл бар, дамир мұнфасыл бар деген сияқты. Бірақ ол тілдегі, яғни араб тілінің грамматикасына қатысты болғандықтан оған терең кірмеймізді. Ал мына жердегі ху және хи дамирлері, бұл екеуін ғана айтқан себебі, бұл Құрандағы сізге оқыған кезде не нәрсені білуіңіз керек, осы екеуіне қатысты соны үйретеді мына жерде. Қысқаша айтқанда, мына жердегі дамир деген ол ху және хи жалғаулары. Бұл ху және хи жалғаулары сөздің соңына ғана жалғанады. Егер сөздің соңында бұлай ху немесе хи деп жалғанып келсе, және де бұл ху мен хи өзінен алдыңғы әріп пен өзінен кейінгі әріптері харакатты болса, мысалы мына жерде Роббуху деген сөз өзінен алдыңғы бә харакатты, өзінен кейінгі бә да харакатты. Мына жердегі ху өзінен алдыңғы әріп харакатты, өзінен кейінгі әріп те харакатты. Және сол сияқты мына хи деген бұдан алдыңғы әріп харакатты, бұдан кейінгі әріп те харакатты. Осындай жағдайда, міне осындай екі жақтағы әріптері харакатты болып ху және хи келсе, онда бұл осы кітаптағы автордың Ғалымбек Тобашевтың айтқанындай дамир болады да, бұл екеуі ху, хи деп екіге созылып оқылады. Міне осы айтылып келіп отқаны. Бұл қысқаша өте, мына кітапты басында да айттық, бұл кітаптың тәсілі өте керемет. Жеңіл түрде ең басты тәжвид қағидаларын үйретіп кетеді, адамға керекті. Сонымен осы кітапты бітірсе, иншалла Құранға түскен кезде емін-еркін оқи береді шәкірт. Яғни бұл жерде тәжвидте айтылғаны ху және хи, бұл екеуі ху, хи деп созылып оқылады. Бұл дамир болуы үшін бұдан алдыңғы, бұдан кейінгі әріптер харакатты болу керек. Осындай жағдайда болса, олар созылып оқылады. Енді мысалды оқып жіберсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мына жерден бастаймыз. Ма'аху ашидда'a. Қазіргі Құран кітаптарында өте оңай, барлығы мына жерде соңында кішкентай уды келтірген, кішкентай ол салып қояды. Бұны осы белгіден де сіз білсеңіз болады. Осы жерде дамир бар тұр. Дамир болса созылады екіге. Ма'аху ашидда'a, жa'алаху дакка, қаумуху қала, расулуху валладина раббуху бикалиматин ахладаху калла. Енді хиге қатысты бихи иннаху биядихи уқдатун нитлихи вад'у бисихрихи фамаза ва кутубихи ва русулих қаблихи афала. Осылай оқылады. Барлығына түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса жазыңыздар, сұраңыздар. Алла тағала баршамызға пайдалы ілім берсін. Өзінің кітабы қасиетті Құранда оқуды, жаңа оған амал істеуді Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.